Так, достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Қалайсыздар, аман-есенсіздер ма? Ал мен эфирге кіріспе ретінде бір-екі нәрсе айтып өтейін. Жалпы отбасылық қарым-қатынас деген сөз негізі күйеу мен әйел арасындағы қарым-қатынасқа негізделеді. Екеуінің қарым-қатынасы жақсы болатын болса, онда жалпы отбасыда атмосфера керемет болады. Бұған көп жағдайларда жұптар мән бере бермейді. Ойлайды, біз үйлендік, қосылдық, ары қарай осы махаббатпен кете береміз. Бірақ махаббат деген сөз ол бір константты, бір қатып қалған дүние, қатып қалған нақты бір зат емес. Мысалға, мынау стакан, бұны сіз қойсаңыз, қалай қойдыңыз, солай тұра береді. Мынау наушник, бұны қойсаңыз, қалай қойсаңыз, солай қоя береді. Ештеңке өзгермейді, бір қалыпты бола береді. Ал қарым-қатынас бұл от сияқты. Сіз бір жерге отты жақсаңыз, ештеңке істемесеңіз, ол жалғаса береді ма? Жоқ, жалғаса бермейді. Белгілі бір уақыттан кейін қаншалықты алаулаған от болса да, қаншалықты қатты жанып тұрған от болса да, бәрібір өшіп, бәрібір сөніп қалады. Неге? Өйткені сіз ол жерге отын қойған жоқсыз. Сол үшін ерлі-зайыптылар күнделікті қарым-қатынасты жақсарту бойынша түбегейлі нақты жұмыс істеу керек. Сондықтан бұған назар аударамыз. Және жұмыс істеу деген кезде бұл не? Біріншіден, екі түрлі қарым-қатынастың бағыты бар. Негативті азайту, позитивті арттыру. Негативті азайту, позитивті арттыру. Яғни бір-бірімізді ренжіту, көңілге тиетін сөздер, көңілге тиетін әрекеттер жасауды қоюымыз керек. Екінші жағынан бір-бірімізге илтипат ету, комментарий айту, комплимент айту, сыйлық жасау, сюрприздер жасау арқылы позитивті әрекеттерді арттырып отыру керек. Кейбіреулері позитивке мән береді, бірақ негативті азайтуға мән бермейді. Мен саған ананы сыйладым, мынаны әпердім, ананы ішкіздім, жегіздім, мынаны қыдырттым деп жақсы нәрселер айтып жатады. Бірақ соның қасында дөрекі сөйлегені, аузынан боғау сөз шыққаны, итеріп жібергені, қорғайтын жерде қорғамағаны, негатив нәрселердің жою үшін, азайту үшін ештеңе істемейді. Осыдан қателік туындайды. Кейбіреулері керісінше негативті азайтуға тырысады, ойбай ұрыспайық, жанжалдаспайық, ойбай өкпелеп қалмас, ойбай ренжіп қой, ойбай арамыз тыныш болсыншы дейді. Бірақ екінші жағынан позитивті әрекеттер жасамайды. Қарым-қатынасты жақсартатын дүниелерді жасамайды да, сөйтіп отырып, қарым-қатынас неге бұзылды, неге быт болатынымыз деп таңғалып отырады. Бір жақты таңдау жеткілікті емес, екі жақты әрекет етіп отыру өте маңызды. Яғни негативті азайтамыз, позитивті нәрселерді көбейтетін боламыз. Жақсы? Ал тақырыпқа байланысты сіздердің қандай сұрақтарыңыз бар, соны бір тарс етіп қарап жіберейік сіздермен бірге. Так. Лами Айла Шугар деген оқырман жазып жатыр. Мен таптым ғой дейді, я же нашла. Все хорошо, я вас заскринил, вы нашли, я вас поздравляю. Поэтому после прямого эфира напишите мне в директ, или мы вам напишем. Обязательно делаем вам обещанный подарок, и вы от моего имени, от нас всех попьете кофе. Так, жігітім айтады, что үйленейік, бірге жағдайымызды жасаймыз деп. Мен жоқ дедім, неге мен қиналам деп. И так-та қиналып жүргенде деп айттым. Как думаете, дұрыс айттым ба? Яғни сіздің түсінігіңіз, жігіт алдымен қарым-қатынас жағдайын жақсартып алсын, одан кейін сізге ұсыныс жасасын, одан кейін сізге үйленсін деп отырсыз ба? Қараңыз, біріншіден жігіттің жасы маңызды. Егер жасы 30-ға 40-қа келіп, әлі ешқандай тұрақты жұмысы, тұрақты табысы, ешқандай бір потенциал жоқ болатын болса, онда бұл жігітке өте көп сұрақ туындайды. Сен бұл уақытқа дейін не істеп жүрсің деген сияқты. Ал егер жігіт жас болатын болса, 20-25 жастарында, 30-ға толмаған, тұрақты жұмысы бар, мақсаттары бар, амбициялары бар, потенциалы бар, болашақта бір нәрсе болады-ау деген жігіт болатын болса, онда материалдық нәрсеге қатты көңіл бөлмеңіз, назар аудармаңыз дер едім. Жалпы дана әйелдер, интуициясы мықты дамыған әйелдер әрбір солдаттың ішінде потенциальный генералдарды сезе алады. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, менің ойымша, бұл жерде өте мұқият болу керек. Екінші бір момент, жігіт қазір ештеңкесі жоқ, қарапайым үйленейік, бірге өсейік, дамиық деп жатыр. Окей, бірақ
егер барлығы болып өсіп дамып кеткен жағдайда қаншалықты сізге қайтып келеді, қаншалықты сізге назар аударады, қаншалықты сізге көңіл бөледі. Түсінесіз ба? Яғни бүкіл жағдай жасалған адамға қолдайтын, қоштайтын әйел керек болмауы мүмкін. Бірақ дамып өсіп жатқан жігітке қолдайтын, қоштайтын, қамқорлық көрсететін әйел керек. Және бірге өскен кезде бір-біріне деген привязанность, бір-бірге деген, қалай айтсам, тәуелділік әлде қайда мықты болады. Сол үшін тек қана соған қарап қалмаңыз деп айтар едім. Ары қарай. Так. Мұш көп өкпелейді, біреумен сөйлесесің деп, өзінің айтқан сөздерін айтпадым деп шығады. Неге? Ер азаматтар оның нәрсіне біріншіден өзіне деген сенімсіздіктен, жалпы негізсіз без основания қызғаныш, бұл төмен самооценканың өзіне сенімсіздіктің белгісі. Сізді солай айыптау арқылы, төменсіту арқылы өзін жоғарылатуды мақсат етеді. Бұл өте қауіпті жағдай, өйткені сол арқылы ол жанындағы сүйікті жарын әбден жоғалтып болуы мүмкін. Бұндай жағдайда не істеу керек? Ер азаматыңызды отырғызасыз, конкретно нақты сөйлесесіз. Маған сенің бұл әрекеттерін ұнамайды, бұлай мүлдем жасама, сен бұны жасау арқылы қайтаға мені өзінен алшақтатып жатсың. Осындай әрекет сайын менің саған деген сүйіспеншілігім, махаббатым азайып бара жатыр. Сен соңындағы в концовке мақсат не? Мені жоғалтып алу ма, немесе қайтаға мені жоғалтып алмау үшін бұны бәрін істеп жатсың ба деп. Нақты сөйлесетін болсаңыз, менің ойымша бір мәмілеге келуге болады. Егер оны да түсінбейтін болса, немесе өзінің дұрыс емес қате жасап жатқанын байқамайтын болса, түсінбейтін болса, қабылдамайтын болса, онда психологқа барып бұл бағытта жұмыс істеу керек. Яғни қызғандыру, төменсіту, қысым көрсету, жаман әрекеттер жасау арқылы сіз ешқашан қасыңызда сізді жақсы көретін адамдарды ұстай алмайсыз. Так. Мынандай сұрақ, күйеу матч көре береді, ұрсу керек па деп жатыр. Енді қазір білеміз, бәріміз Евро 2024 жалғасып жатыр. Көп ер азаматтар, соның ішінде әйел кісілер де бар футбол көретін. Футбол көру мақсатында кеш уақытқа дейін сонымен көп уақыт өткізеді. Менің ойымша осы үшін ұрсудың керек жоқ, өйткені бұл өтпелі уақытша нәрсе. Қайтаға сол уақытта істей алмаған нәрселерді, сол уақытта бір-біріңізге бөле алмаған уақытты басқа бір уақытқа жоспарлап, бір-біріңізге көңіл бөліп, соның орнын толтыруға тырысыңыз. Енді Евро 2024-те кішкене шыдай тұрыңыздар, жақында бітеді бәрі. Окей? 2022 деген ережені білесіз ба? Ереже емес, оқыған едім, сізден ба, есімде жоқ, менен емес. Бір психолог 2 апта сайын қыдыру, 2 ай саяхаттау деген сияқты. 2 ай саяхаттау, 2 апта сайын қыдыру, 2 ай саяхаттау. Білмеймін ондай нәрсені, поэтому қатты ондай бір тиімді деп айта алмаймын. Жалпы қарым-қатынаста мынандай ереже бар. Анда-санда қымбат сыйлықтар жасағаннан гөрі күнделікті кішігірім илтипаттар жасау әлде қайда тиімді. Мысалы, кейбір менің кәсіпкер клиенттерім бар. Мысалы, ойбай жұмыс істеп жатырмын, ақша тауып жатырмын, уақытым жоқ дейді да, әйеліне көңіл бөлмейді, бала-шағасына көңіл бөлмейді, ренжітеді, ауыр дөрекі сөздер айтады, әрекеттер жасайды. Одан кейін бар, бір 4 айда бір, 6 айда бір шетелге шығарып, демалтып, көңілін аламын деп ойлайды. Бұл уақытша ғана эффект береді. Және бұған байланысты бүгін керемет рилс түсірді, жақында шығады, сол кезде жақсақ түсінетін боласыздар. Уақытша ғана эффект береді. Одан да сол 3 ай, 6 ай бойы күнделікті өмірді, даже просто мысалға жаным өте күшті тамақ дайындапсың. Жұмыстан кеш келдім, керемет мені күтіп отырсың. Сенде әйелім болғанмен өте қуаныштымын. Менің бүкіл жетістігім сенің арқасында деген сияқты илтипат етіп отыратын болса, бұл қарым-қатынаста әлде қайда пайдалы. Эфирді сақтаңызшы, жолдасыма көрсетейін дейді. Жалпы эфир сақталады, біздің бүкіл эфирлеріміз сақтап, біз әлдетте YouTube арнамызға жүктеп қоямыз, сол жерден толық версиясын көрсеңіздер болады. Бірақ сізге ұсынысым, дәл қазір осы тікелей эфирді
қарым-қатынас туралы пайдалы болатын адамдарға жіберіңіз. Мейлі жолдасыңыз, мейлі танысыңыз, мейлі туысыңыз. Өйткені бұл ақпаратты тікелей эфирде сезіну, бұл вайбты сезіну, бұл атмосфераны сезіну мүлдем басқаша эффект береді. Так. Мынандай сұрақ келіп жатыр. Мен күйеуімді мүлдем қызғанбаймын. Екеуміз спокойно бөлек демалуға бара аламыз. Немесе өзі достарымен саяхатқа кете алады. И по мне это норм. Но мне говорят, ты какая-то ненормальная жена. Ойыныз. Келісемін. Ну как, сізбен келісемін. Қызғаныш негіз основания жоқ болатын болса, қызғанудың керек жоқ. Ерлі-зайыптылардың өзара бөлек шекаралары болу керек. Өзара бөлек қызығушылықтар болуы мүмкін. Өзара бөлек араласатын, өзін дамытатын орта да болуы мүмкін. И бұл нормальный нәрсе. Кейде әйел құрбыларымен демалып қайту мүмкін, кейде ер азамат жолдастарымен, достарымен демалып қайту мүмкін. Бұл жерде бөлек шықты, басқа адамдармен менің қасында емес деп, дереу бір нәрсе бүлдіріп жатыр, бір нәрсені жаман істеп жатыр деп, жаман ойлаудың керегі жоқ. Егер қарым-қатынаста реніш, өкпе жоқ болатын болса, бұлай қарым-қатынаста бір-біріңізді илтипат жасап, бір-біріңізді жақсы көріп жататын болсаңыздар, бір-біріңіздің бүкіл қажеттіліктеріңізді қанағаттанып жасатын болсаңыздар, онда қызғанудың еш керегі жоқ. Ең маңыздысы, бөлек іс-шаралар жасап жатып, бірге жасаған іс-шаралар бар ма, соған назар аударыңыз. То есть, если күйеуіңіз тек қана достарымен қыдырады, бірақ сізбен қыдырмайды. Сіз тек қана құрбыларыңызбен қыдырасыз, бірақ күйеуіңізбен мүлдем қыдырмайсыз, немесе қыдырғыңыз келмейді. Вот это проблема, что-то не так. Но біз керек кезде бірге де демаламыз, керек кезде бөлек те демаламыз дейтін болсаңыз, вообще супер, ешқандай проблема жоқ. Наоборот, мен даже айтар едім, кейбір кезде жолдасыңыздан демалу пайдалы негізі. Так. Қарым-қатынаста внимание жайлы айтыңызшы дейді. Қарым-қатынаста внимание жайлы, ну не айтамыз. Внимание қарым-қатынастың бензині. Вот, внимание это бензин отношений. Хотите, чтобы машина ехала, хотите, чтобы отношения продолжались, надо уделять внимание. Андай бұл нәрсе болмайды да, мысалға мен бір джип сатып алдым, машинеге міндім. Айдайм, о, керемет, күшті, комфортны, тамаша, күшті машинам бар деп мақтанам да. Одан кейін бұл бензин, бұл машине неге көп бензин сұрайды, бұл машинені обслуживаниесі неге қымбат, бұл машинеге мен неге содержать етуім керек деп өкпелеймін. Олай болмайды. Әйелді алдым ба, әйелмен үйлендім ба, қарым-қатынас құрадым ба, онда оған көңіл бөлу керек. Уход жасау керек, обслуживание жасау керек. Қарапайым машиненің өзі бір техника, ойбай, құдай, техника, зат ол. Төрт дөңгелекті, тірі жан емес. Соншалықты вложение керек, соншалықты уход керек, соншалықты оған қарау керек, чтобы нормально жүру үшін. Ал мына жерде әйел, адам, күйеумен қарым-қатынаста вниманиесіз алысқа бармайсыз. Және внимание деген кезде де оны дұрыс түсіну керек. Қандай внимание? Внимание екі түрлі внимание бар. Біріншісі, мен көрсете алатын, мен дұрыс деп ойлайтын вниманияның түрі бар. Және екіншісі, менің жолдасым қажет ететін внимание бар. Осы екеуінің балансын ұстап отыру өте маңызды. Мен мынандай жұптармен жұмыс істеймін кейбір кезде, өзінің тарапынан внимание мынау ғой, былай көрсету керек қой деген түсінікпен күндіз-түні внимание көрсетіп жатады, бірақ екінші тарап вечно недоволен. Неге? Потому что ол қалағандай внимание көрсетіп тұрған жоқ. Түсінесіз ба? Екінші тарап, мынандай жұптарды білемін, менің консультацияма келіп жатады. Екінші жұбының, яғни күйеу болсын, әйел болсын, разница жоқ. Соның қалағанындай внимание көрсетеді, бірақ белгілі уақыттан кейін өзі выгорание болады, истощение болады, шаршайды, быт болады. Неге? Өйткені өзі внимание көрсетуді қалағандай көрсете алмай жатыр. От души көрсетіп істейтін вниманиясын жасай алмай жатыр. Ол жерде де екінші проблема. Сондықтан осы екеуінің балансын ұстап отыру өте маңызды. Достар, тамаша. Так, жақсы, күшті, рахмет, круто деп жатыр. Ержан мырза, арасында орысша посттар шығарасыз ба? Мен күйеуім қарайды сізді, бірақ кейбір сөздеріңізді түсінбеймін дейді, орысша оқығасын. Айдана жазып жатыр. Ну, в принципе, хорошо. Почему бы и нет? Я думаю, мы можем
и на русском, и на английском, иногда делать посты, снимать рилсы. Жасай аламыз ғой, кім? Жансая, Назерке, қыздар, менің көмекшілерім де айтып жатыр, жасай аламыз, почему бы нет? Главное, сізге пайдалы болсын, қызықты болсын. А так мен емін-еркін түрде 4 тілде сөйлей аламын. В принципе, орыс тілді аудиторияға да пайдалы болатын болса, орысша контент шығамыз. Так что жақында на русском рилстар, посттар шығатын болса, таңғалмаңыздар. Ержанымызға қазақша сөйлейтін еді ғой, орысша да біледі екен ғой деп таңғалып жатасыздар. Но здесь, конечно, очень важна ваша активность, ваша вовлеченность. Салыстырамыз, қазақша шыққан рилстар, посттар, орысша шыққан рилстар, посттар, қай жерде лайктар, вовлеченность, комментарий, поделиться, сохранить, анау көп болатын болса, сол тілде контентті көбірек шығаратын боламыз. Окей? Так, тамаша, жалғастырайық. Тағы не деп жатсыздар? Әйгерім жазып жатыр бізде. Күйеуіммен басқа қалада жұмыс жасайды. Күйеуіммен ба, күйеуім ба? Қыстырып қояйын, не туралы сөз жатқанымыз белгілі болсын. Күйеуіммен басқа қалада жұмыс жасайды, жұмыс жасауға рұқсат бермейді. Уже қалай сөйлесетінді білмеймін. Шыда дей береді, ата-енеммен тұрамын, психолог ретінде жол айтыңызшы. Бұл өте үлкен проблема. Как раз бұл туралы да бүгін бір рилс түсірдік. Күйеу бөлек қалада жұмыс істейді, әйел бөлек жерде тұрады. Тем более ата-енемен тұрады. Бұл отбасы қарым-қатынасқа қойылған динамит. Бомба замедленного действия с часовым эффектом жақында жарылады. Бұл жерде екі нәрсе жасау керек. Бір, жұмысыңызға қарай отбасыңызды ауыстырасыз, отбасыңызға қарай жұмысыңызды ауыстырасыз. Басқа ешқандай шешімі жоқ. Кейбір кезде біз жұмыс, ақша, мансап, кредиттеріміз, қарыздарымыз деп дүниелік нәрселерді көп қуып кетеміз, отбасымыз қалып қояды. Бірақ оның бәрін отбасы үшін істеп жатқан жоқсыз ба? Сол үшін не істеу керек? Мен мынандай нәрсеге сенемін да, адам в целом өмірінде өзін таңдайтын болса, өзінің комфортын, өзінің бақытын, өзінің жағдайын таңдайтын болса, ойлайтын болса, мүмкіндіктер соған қарап туындайды. То есть ойбай айтамын, мен мына жерде жұмыс таба алмаймын, тек қана осы жұмысты істеуім керек, ауыстыра алмаймын, шығып қалсам жұмыссыз қалып қоямын, кедей болып қаламыз, кредит жаба алмай қаламыз деп ойлай беретін болсаңыз, сіз көз алдыңыздағы мүмкіндіктерді көрмей қаласыз. Ал егер шынымен отбасы керек, біз бірге болуымыз керек, біз үшін ең комфортно, ең оптимально мына жерде тұру керек деп ойлайтын болсаңыз, соған сәйкес жұмыста мүмкіндіктер әрдайым табылады. Ешқашан жұмысқа жабыспаңыздар. Ешқашан істеп жатқан жұмысыңызды бір соңғы жұмыс, бұл болмаса аштан өлем деп қарамаңыздар. Олай қарайтын болсаңыз, өкінішке орай сіз жұмыстың құлы боласыз. Ал құлдар ешқашан бақытты өмір сүрмейді. Так. Саламатсыз ба? Менің семейде ауылда тұратын ата-енемнің туған күніне кетем деп отыр. Менің аяғым ауыр. Тем более коротко шейка деп диагноз қойды. Бұл жағдайда еркек кімді таңдайды? Бұл жағдайда еркек кімді таңдайды? Ата-ененің туған күні мен әйелінің ауырып жатқаны мұқтаждығы болатын болса, менің ойымша әйелді таңдау керек. Туған күн бұл жыл сайын қайталанатын нәрсе. Биыл бара алмадым, келесі жыл бара саласың. Өткен жыл бардым, биыл бара алмадым, жағдайға байланысты. Бұлардың бәрі түзетілетін нәрсе. Бара алмадың, өзінің артынан бір сыйлық жібердің, көңілінің алдын риза қылдың. Бұл да қалатын нәрсе. Немесе қазір әйелді аман-есен босандырып, жағдайын жақсартып, емдеп алдың. Бір аптадан кейін, 10 күннен кейін бар. Біз даталарға қатты бір қадалудың керек жоқ. Прям мына күні, прям мына уақытта, прям мына датада, прям мына кезде деген сияқты қатып қалған дүние жоқ. Бір апта 10 күннен кейін барып, өткен туған күніңізбен деп құттықтап барсаңыз, ешкім сізге жоқ демейді. Қазіргі заманда біз бір-бірімізді қинайтын заман емес, бір-біріміздің жағдайын түсінетін заман. Бір-бірімізді міндеттейтін заман емес, бір-біріміздің өмірімізді жеңілдететін заман. Сол үшін күйеуіңізге айтарым, егер сіздің жалғыз қалуыңыз мүмкін болмайтын болса, ауырып жатсаңыз, денсаулық маңызды нәрсе, сіздің қасыңызда табылсын, бәрі жақсы болып қалпына келгеннен кейін бірге жақсы көңіл күймен қол ұстасып, қуана-қуана ауылға бар ата-ананың көңілін ала беруге болады. Окей? Так. Тамаша, жақсы. Сұрақ белгісіндегі запростарды оқисыз ба деп ескертіп жатыр. Сұрақ белгісінде сұрақтар бар.
ара sıра осылай еске салып қоймасаңыздар, біз комментарийлермен оп деп кетіп қала береміз. Дайректке жазылған сұрақтар, более жеке сұрақтар, комментарийге общий обзорға жазылғысы келмеген сұрақтар, оларға да бір назар аударып жіберейік. Мынандай сұрақ келіп отыр, кім жазған айтпайын. Сәлеметсіз бе? Жарты жыл жүрген жігітім, кеше жұмысым, білім алуым бәрі кері кетті дейді. Кейбір кездерде сен емес, соларды танығанымда ғой дейді. Енді болашақта жаңағы жұмыстарым мен дамуымды приоритетке қоямын дейді. Не сезерімді, ойларымды білмей тұрмын. Жарты жыл жүрген жігітім. Менің ойымша бұл жігітпен қарым-қатынасты дереу тоқтату керек. Өз өміріне, өз әрекеттеріне жауапкершілік ала алмайтын жігіт. Адам ешқашан жұмысында, табысында, кәсібінде, өмірінде болмаған нәрселер үшін үшінші тарапты біреулерді айыптамау керек. Мейлі ол қызы, мейлі ол әйелі, мейлі ол балдары, мейлі ол әке-шешесі болсын. Бұлар саған не сонда, жұмыс істеме, дамыма, отыр деді ме? Жоқ. Өзің жұмысты үйлестіре алмадың, жүйені қоя алмадың, болмай қалды. Екіншіден, барлық нәрседе қайыр бар деп қарау керек. Болмаған, қазақтарда өте жақсы керемет сөз бар. Қуған жетпес, бұйырған кетпес. Осы қанша қуаладың, не болды, жете алмадың. Не болды, ал кетті, ал не болды, жүрмей қалды. Несесінен? Өмір осылай болып тұрады. Демек ол сенікі емес. Жібер, отпусти. Жіберіп үйренетін болсан, ол қателіктерден дәріс аласында, одан да жоғарғы дамайсың. Ал егер жібере алмайтын болсан, ойлай беретін болсан, еще басқаларды соған кінәлайтын болсан, ешқашан өз қателігіңді көрмейсің, керекті дәрісті шығара алмайсың, болашақта ол қателіктерді қайталай бересің. Жалпы осындай психикасы тұрақсыз ер азаматпен қарым-қатынас, отбасы құруға кеңес бермеймін. Сондай ма? Жарайды, жақсы болды, айтқан ондай аман болу керек та, менсіз ары қарай табысты, бақытты, бай бола бер деп жібере салу керек, құтыла салу керек. Мұндай адамдар әлі күйеу болмай жатып сізді кінәлап жатса, ертең күйеу болған кезде де, ойбай сенің кесірінен анау болды, мынау болды деп өмірі кінәлай береді. Күйеуім жақсы көре алмаймын дейді, бірақ ажыраспаймын дейді. Махаббатсыз да өмір сүруге болады дейді. Күйеуіңіз қате ойлайды. Махаббатсыз өмір сүруге болмайды. Махаббатсыз отбасы құруға болмайды. Күйеу мен әйелді ұстап тұратын нәрсе тек қана махаббат. Бала емес, үй емес, кредит емес, машина емес, тек қана махаббат. Егер махаббат жоқ болатын болса, кейбір кезде болып тұратын нәрсе түсінемін. Әртүрлі жағдайлар бұған әсер еткен болуы мүмкін. Сол махаббатты жандандырудың жолын қарау керек. Егер ажыраса алмаймыз, бір-бірімізді тастамаймыз, ақыр бірге тұрамыз деп жатсаңыздар, онда психологқа барсаңдар, не қиналып жатсыздар? Психологқа барыңыздар. Даже андай аварияға түсіп, өлейін деп жатқан адамды реанимацияға апарып, реанимировать етеді. Анау электрошок жүрегіне массаж жасайды, дыхание жасайды, операция жасайды да, қайтып жандандырады. Бір адамды, өлейін деп жатқан адамды жандандыруға мүмкін болатын болса, өлейін деп жатқан, махаббатсыз қалып бара жатқан қарым-қатынасты да негізі жандандыруға болады. Сол үшін, құрметті достар, бұл өте қате түсінік. Махаббат тұрайық. Жоқ, махаббат тұрмайық. Или ажырасайық, или махаббатымыз жандандырайық. Басқа вариант жоқ. Махаббатсыз өмір сүру, сені сүймейтін адаммен өмір сүру адам үшін ең үлкен азап. Ең үлкен азап, сеніңіздер маған. Балаға қараңыздар, ата-анасы оның жақсы көрмейтінін біліп өмір сүрген балдар өмірдегі ең бақытсыз балдар. Күйеуі оны жақсы көмейтінін біліп өмір сүрген әйелдер ең бақытсыз әйелдер. Әйелі оны жақсы көрмейтінін біліп өмір сүрген күйеулер ең бақытсыз күйеулер. Сондықтан, құрметті достар, махаббатсыз өмір сүрмейміз, махаббатты жандандырудың жолдарын қарастырамыз. Жақсы. Мынандай сұрақ келіп жатыр. Күйеуім өзге қыздарға қызығуды қоймады, талай измена жасады, маған ұнамайды. Неге тұрып жатсыз? Яғни, күйеуіңіздің изменаларын қойдыру, тоқтату сіздің міндетіңіз емес, сіздің жауапкершілігіңіз емес. Қоя алмайсың ба? Болды, бара бер олармен. Қоя алмайсың ба? Жүре бер солармен. Қоя алмайсың ба? Жалғастыра бер. Мен семен тұрмаймын. Мен бұны қабылдамаймын. Мен кетемін деп ажырасу таңдау керек.
маған өзіне ие болмайтын, өз нәпсіне ие бола алмайтын, измена жасайтын, біздің қарым-қатынастың қадір қасиетін бағаламайтын адам керек жоқ. Позиция осы болу керек. Құрметті ханымдар, құрметті қысқа келіншектер, құрметті қарындастар, бұны әрдайым айтып жатамын. Өзіңізді таңдаңыз. Күйеуімді тәрбиелейін, түзетейін, өзгертейін, айналысайын, жалынайын, жалбарынайын емес. Бұл жерде кім қиналып жатса, бірінші қадамды, бірінші әрекетті всегда сол жасайды. Күйеуіңіз әрине ажыраспайды, жағдай жақсы, күшті, үй тамақ, үй жиналған, бала қаралған, киімі түктелген, тамақ жасалған, тап-таза үйге барасың, жатасың, демаласың, сыртқа шыққан кезде білгенін істей бересің. Оған бәрі ұстай бер, оған жоқ демейді. Ал қиналып жатқан сізсіз, сатқындыққа, арамдыққа ұшырап жатқан сізсіз. Сол үшін бұндай күйеулерге сразу давай до свидания деу керек қой. Так, Тедди аниматор шын жазылып жатыр, консультацияға жазылайыншы дейді. Достар, біздің профильде жұмыс телефон, номер, мейлдер бәрі көрсетілген. Немесе дайректке жазсаңыздар болады. Жеке консультация керек болатын болса, міндетті түрде жазылыңыздар. Әсіресе жаз айларында психологқа бару өте маңызды. Неге десеңіздер, мынау 9 ай бойы көз, қыз, көкте бір қарбалыс, бір жұмыс, оқу, сабақ, тіршілікпен жүреміз да, жеке өзімізге бір көңіл бөлуге, уақыт бөлуге мүмкіндік бола бермейді. Ал жазда қаласақ та қаламасақ та бір расслабление пайда болады, бір еркіндік пайда болады, бір демалайыншы деген ойлар пайда болады. Сол кезде өз-өзімізбен жұмыс істей бастаймыз, жағымсыз ойлар туындай бастайды. Сондай сәтте психологқа барып, жеке консультацияға жазылып, керек болса белгілі бір терапиядан өтіп, бүкіл проблемаларды шешіп алу керек. Жазғы демалыс тек қана теңізде жатып, Мальдивде демалу емес. Жазғы демалыс ең бірінші психикамызды қалпына келтірудің уақыты. Психикамыз қалпына келмейтін болса, 10 жерде шетелде демалыңыз, 10 жерде тамақтаныңыз, 10 жерде қыдырыңыз, бірақ қайтадан жұмыс басталған кезде бәрібір шаршап жүресіз, өмірге көңіліңіз толмай жүреді. Окей? Жанна жазып жатыр, арақ құмар адаммен деген қызық екен мындай. Арақ құмар адаммен 6 жыл өмір сүріп келемін, қоймайды, бәрін жасадым, ажырасқым келеді. Дұрыс шешім, ажырасыңыз, 6 жыл уақытыңызды босқа кетіріпсіз. Арақ құмар, ойын құмар, қатын құмар адамдарға уақыт құртпаңыздар. Бір рет айтасың, 2 рет айтасың, 3 рет айтасың, одан кейін болды. Бірінші этап бөлек тұру. Ажырасудың репетициясын жасау. Екінші этап, оны да түсінбедім ба, ажырасуға сотқа шағымдану. Оны да түсінбеді, өзгермеді ма, одан кейін ажырасу. Сіз мына күйеумен 5 жыл бұрын ажырасқанда, қазір 5 жыл нормальный бақытты өмір сүретін едіңіз. Сіз 1 жыл уақыт бердіңіз, мүмкіндік бердіңіз, одан кейін өзгермеген кезде ажырастыңыз, ажырасып, қазір 5 жылда 2 рет тұрмысқа шығып, тағы да бала туып, қайта бақытты болатын едіңіз. 5 тиынге тұрмайтын адамдарға 5 жыл уақытымызды құртуды қою керекпіз. Қараңыздар, күйеу мен әйел арасында қарым-қатынас бұл екі жақты, то есть взаимный қарым-қатынас. Мен саған, сен маған болды, басқа түрлі болмайды. Мен, сенен 0 болмайды. Сен, менен 0, олар да болмайды. Вот ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас бұлай емес. Ата-ана мен бала арасында балаңыз қаншалықты кешірістер болмаған болса да, ата-ана ретінде бәрібір бауыр басып тұрасыз. Кеше бәріміз көрдік қой, Бишімбаевтың жағдайын. Қинап, азаппен әйелді өлтірді, адам өлтірді. Сонда да анасы, әкесі, баласын жақтап отыр, қолдап отыр, қарап отыр. Ата-ана ол, ата-ана мен бала сүйіспеншілік мүлдем басқа нәрсе. Бірақ күйеу мен әйел олай емес. Күйеу мен әйелде қарым-қатынасын жалғасу үшін мен саған, сен маған беріп отыруымыз керек. Жақсы қарым-қатынасты. Сол кезде біз өсеміз, сол кезде біз дамимыз. Өйткені күйеу мен әйел бір-бірінен энергия алады. Сіз тек қана бере берсеңіз, ешқандай взаимный ештеңе алмайтын болсаңыз, қарым-қатынасыңыз бітшіл болады. Сіз ала берсеңіз, эгоист болып, тоже бермейтін болсаңыз, ондай әйелдер де бар, тоже бермейтін болсаңыз, ол қарым-қатынасы, күйеуі шаршап қалды бір күні, бітті. Ол да ұзаққа бармайды. Мен берем, сен бересің, мен берем, сен бересің. Тек қана осылай. Так, еркек жеке отбасының проблемасын анасына айтып отыру, араластыруға көз қарасыңыз. Көз қарасын негативті, еркек болсын, әйел болсын, үйдегі жағдайды әке-шешелеріне айтпау керек. Проблемаларды екі тарап отырып бірге сөйлесіп шешу керек.
Ол көмектеспейтін жағдайда болса, үшінші тарапсыз маманға бару керек. Тарапсыз маманға. Ата-ана тарапты, то есть ол баласын жақтайды, қызын жақтайды деген сияқты субъективті қарайды, конфликт интересов бар. Психолог тарапсыз. Маған что күйеу, что әйелі разница жоқ. Екеуімен бірдей қашықтамын. Сол үшін тарапсыз бір адам не істей алады? Объективті көмектесе алады, кеңес бере алады. Және ата-ана мен психологқа барудың айырмашылығы мынаны ұқсайды. Көп жағдайларда біз ата-анаға пожаловаться ету үшін барамыз. Шешім табу үшін емес. Неге? Өйткені білем, мен ата-анама жаловаться ететін болса, ата-ана мені қолдайды, мені қорғайды, маған көмектеседі, оңбақан, үйту керек, бүйту керек дейді. Соны айтады. Бірақ нақты шешім ұсынбайды. Ал психологта тарапсыз болғандықтан, оның ең бірінші приоритеті ерлі-зайыптылардың, жұбайлардың бақытты болуы. Бақытты болу үшін екеуіне де не істеу керек, қандай қадамдар жасау керек, оларды қалай істеу керектігін түсіндіре алады. Сол үшін керек жағдайларда, тығырыққа түскен жағдайда психологқа уақытылы барып отырыңыз. Алия пишет: не все понимаю, но много откликается в ваших словах. Спасибо, спасибо. Значит, мы психоэмоционально, душевно на одной волне с вами. Видите, даже без слов друг друга понимаем. Окей? Так. О, это что за обвинение? Ержан Мырза менің сұрағымды намеренно игнорит. Честно говоря, сұрақтар менің алдына выборочно шығып жатыр, то есть по порядку кетіп бара жатырмын. Поэтому сіздің алдыңыздағы сұрақты оқып, сіздігін оқымай кетсем, пожалуйста, ренжімеңіздер, көңіліңізді алмаңыздар, это не специально. Попробуйте написать директ или же повторить сұрақ. Кім бұл? Эшли деген кісі. Қандай сұрақ екен? Жазыңыз, бұл копи-паст жасап қойыңызшы, бір оқиық сұрағыңызды. Қой құрсын, ешқандай сұрақтарды игнорить етпейміз. Қолымыздан келгенше барлық сұрақтарды үлгергенше қамтуға жауап беруге тырысамыз. Так, директке не жазып жатыр? Алтынай жазып жатыр: жігітіме болмайтын нәрсеге ренжіп қалдым, үндемей сөйлеспей қалды, қалай реттесем болады? Өте просто, өте оңай. Әрекетіңізге жауапкершілік алыңыз. Примите ответственность за ваши действия. Болмайтын нәрсеге ренжіп қалдыңыз ба? Барып айтыңыз: айым, күнім, жаным, кешір, болмайтын нәрсеге ренжіп қалдым, тырысып қалдым, сол кездегі состоянием, көңіл-күйім солай болды, бірақ мен сені жақсы көремін, сенімен сөйлеспей жүре алмаймын, сенбен қарым-қатынасымызды қайттан бұрынғыдай болуын қалаймын. Окей, нормальный нәрсе. Егер сіз отношенияда болмайтын нәрселер мен маңызды нәрселерді ажырата алатын болсаңыз, сізбен жігітіңізге қарым-қатынас құру оңай болады. Оған андай бар: маған да ренжиді, маған да өкпелейді, қайсысы маңызды, қандай адам деп потеряда жүрмейді да. А так вот түсінеді, ол маған болмайтын нәрсеге ренжіді, потому что қазіргі состояниясы сондай. Болуы мүмкін, әйелдерде ондай нәрсе болып тұрады. Кейбір кезде гормондар ойнап тұрады, кейбір кезде көңіл-күйіміз болмайды, кейбір кезде басқа нәрсеге ойлап отырып оған ренжіп қаламыз, кейбір кезде басқа нәрсеге ашуланып, ашуымызды содан шығарамыз. Окей. Бірақ ашуымыз, эмоциямыз басылып, қалпына келген кезде жауапкершілік алып барып айту керек: айым, күнім, жаным, ренжіме, мен мына жерде өкпеледім, осындай бір реакция көрсеттім, негізі мен оны айтқым келген жоқ. Бірақ серьезді, маңызды нәрселерде позицияңызды көрсететін болсаңыз, тогда екеуінің ажырата алғандықтан жігітіңізбен қарым-қатынас құру әлдеқайда оңай болады. Окей? Мынандай сұрақ келіп жатыр: ничего себе, не дейді мыналар, мәссаған. Күйеуім менімен тең емессің дейді, мені өзінен төмен, ақымақтау, өз басына алып жүре алмайтындай көреді. Тогда бұл күйеумен ажырасыңыз да, онсыз өмір сүре алатыныңды көрсетіңіз. В чем проблема? Мен күйеу мен әйел арасында қарым-қатынастағы проблемаларды екі түрлі жолмен көремін. Екі түрлі жол. Біріншісі, проблема на основе мышления. То есть түсінікте қате бар да. Бұндай адамдармен өмір сүру қиын. То есть мышлениесі дұрыс емес. Түсінігін өзгерту керек. Өмірлік көз қарасы, дүние танымы быт. Ол барлық нәрсені искажать ете береді осылай.
Ал кейбір адамдар исполнениеда проблема бар. То есть түсініп жатады, көңіл бөлу керек, білейін, бірақ қалай істеймін, не істеймін, істей алмаймын ғой дейді. Вот солармен жұмыс істеу әлдеқайда оңай. Олар как-то бір диалогқа, мәмілеге келеді. Поэтому осындай мышлениедағы ер азаматтармен барынша конкретно, четко орнына қойып тастау керек. Олай болатын болса, мені тең көрмейтін болсаң, мен сенімен қарым-қатынас жалғастыра алмаймын. Сенсіз өмір сүретінді, бақытты өмір сүретінді саған көрсетемін деп қайтаға өзіңізді, позицияңызды білдіруіңіз керек деп ойлаймын. Окей? Так. О, мына жақта дезинформация кетіп бара жатыр. Жеке консультация қанша десе 50 000 теңге дейді. Жеке консультация 50 000 теңге емес. Қазір кішкене қымбаттады деп па. Жеке консультация туралы сұрақтарыңызды жекеме жазыңыздар. Сізге бағасын, шарттарын толық айтып, ыңғайлы уақытқа біздің менеджерлер тіркеп қояды. Так. Маған да әке-шешем араласқан ұнамайды, енеммен атама көмек сұрап барғанда мен жаман болып қалған. Содан кейін оларға дым айтпаймын. Ой, тем более, ене мен ата всегда өзінің ұлдарын жақтайды. Это вообще кеңес сұрайтын бірінші адамдар емес. Жолдасым өте көп боқтайды, қалыпты болып кеткен, бала көзінше де не істеу керек? Не істеу керек? Әр боқтаған сайын оған замечание жасаңыз. Әр боқтаған сайын назар аударыңыз. Боқтадың, боқтама, көрме боқталатсың, көрме жаман сөз айтып жатсың. Сіз оған замечание жасаған сайын, ол өз-өзіне замечание жасай бастайды. Сіз оған назар аударған сайын, ол өз-өзіне назар аударады. И мысалға жарты сағаттың ішінде бір 30 рет замечание жасасаңыз, мен осы жақты боқтап жатырмын ба деп бір күн өзі таңғалады. Окей? И так баланың көзіне боқтап жатса, жақында балдар да боқтай бастайды. Соны көрсе, міне сенің тырнақшаның ішіндегі тәрбиенің нәтижесі, жемісі осы. Сол үшін өзімізбен жұмыс істейік, өзіміз дамытайық. Жалпы адамдар қай кезде боқтайды? Мен мектепте оқыған кезде бір кластасым болатын. Көп боқтайтын. Көп боқтайтын. И бір қызығы ол кластасын сабақ үлгерімі өте нашар болады. Двоечник үйтіп ұят болмасын деп 3 қойып боқтып жүретін мысалы. Класстан классқа өткізіп жүретін мұғалім. Негізі вообще дым сабақ оқымайды да. И байқайсыздар ма? Көп боқтайтын адамдармен олардың интеллект арасында тікелей байланыс бар. Көбінесе кітап таза оқитын, кругозоры төмен, білімге қызығушылығы жоқ, өзін дамытпайтын адамдар көп боқтайды. Просто қарапайым тілде сөйлесу үшін просто бұларда мысалы бар, словарный запас жетпей жатады ғой. Мыняқта надоел деген сөз ойына келмей қояды да. Надоел деген сөз ойына келмейді да, оның орнына ЗБ деген сөз келе салады да сразу. Өзі бір 5-6 боғау сөз бар, любой жерде қолдана беруге болатын, любой ситуацияда жүре беретін, сол айналдырып қолдана береді. Негізі бұл сөздің аштығы дейміз ба, сөз жетіспеушілік, интеллекттің төмендігі, лексиконның төмендігі, бұның барлығы кітап оқымағаннан, өзін дамытпағаннан, жетілдірмегеннен болады. Сол үшін ескертіп отырыңыздар, кітап оқып өзін дамытсын. Консультация только казахша. Нет. Консультация мы на 4 языках проводим. Поэтому казахша, на русском, инглиш, түркше, как вам угодно, как вам удобно, можем проводить консультацию. В плане консультации никаких языковых барьеров или же ограничений нет. В любой момент можете обращаться. Так, мынандай сұрақ келіп отыр. Сіздің курсты бітірген психологтарға баруға болады ма? Инстаграмдары бар ма? Қызық сұрақ. Біздің курсты бітірген психологтарға баруға болмайтын болса, біз олар неге оқып жатырмыз? Әрине баруға болады. Жалпы біздің прозоп заманауи отбасы психологиясы курсын оқытып жатқанымызға жазда августта 2 жыл болады. То есть 2 жыл біз аз-аздап, топ-топ, поток-потокпен асықпай, сапалы түрде оқытып жатырмыз. Курсты дамытып, жетілдіріп, апкатқа жасатырмыз. Бізде андай жоқ, бір запуск жаса, 10 миллион, 20 миллион жина, одан кейін жоқ болып кет, одан кейін басқа программа құр, каждый раз что-то новое жоқ. Біз кәдімгі традиционный, стабильный, основать, фундаментальный образованияға назар аударамыз. Оларға поэтому барыңыздар, көрдіңіздер, отбасы академиясы түлегі. Самый главный қазір мошенниктер де пайда болды. Біздің түлегіміз, бірақ түлегіміз деп айтады. Керек болатын болса, оны бізден бір тексеріп алсаңыз болады.
бізде бүкіл түрлі тілектердің базасы бар, тіркелген бар, әрбір сертификаттарының арнайы номерлері бар. Біз оны всегда базадан тексере аламыз, мошенниктерді дереу анықтай аламыз. А так, отбасы академия инстаграм парақшасына кірсеңіздер, сол жерде бүкіл түлектеріміздің инстаграмдары бар. Жеке-жеке кіріп, көріп, онлайн, офлайн түрде өзіңізге ыңғайлысын таңдай аласыз. Окей? Сен қандай болсан, сондай күйеу кездестіресің деген рас па? Рас емес, өйткені күйеу кездестіру бұл кішкене удачаға байланысты нәрсе, сәттілікке байланысты нәрсе. Әрдайым логикаға, есепке, расчетқа келе бермейді. Сол үшін отбасын сынақ деп айтады. Кейде может повести, кейде может не повести. Дым әйелін іздемеген, таңдамаған адамдарға, дым күйеу іздемеген, таңдамаған адамдарға кейбір кезде қарайсың, керемет күйеу, керемет әйел тап болып жатады. Ал іздеп, дайындалып, оқып, қарап жүрген адамдарға кейбір кезде не то күйеулер, әйелдер тап болуы мүмкін. Сол үшін сен қандайсың, ондай күйеу кездестіресің деген рас емес. Кешіресіздер. Бірақ біз жаман адамдарды өзімізге притягивать етпейміз. Бірақ жаман адамдарды кейбір кезде қабылдаймыз, өз кругымызға қабылдаймыз. Один и тот же жаман ер азамат, мысалға там 5 әйелге жазу мүмкін, 5 әйелмен қарым-қатынас құру мүмкін, 4-еуі оны қабылдамай отшивать ету мүмкін, 1-еуі оны қабылдап қою мүмкін, да. И ол ойлайды, мен жаман еркектерді притягивать етемін, абьюзер еркектерді өзім притягивать етемін. Ондай нәрсе жоқ, сіз притягивать етпейсіз. Олар и так қоғамда өмірде бар. Просто олар сіздің өміріңізге кірген кезде сіз оларды қабылдайсыз. Керек жерде стоп қоя алмайсыз, жеке шекараңызды қорғай алмайсыз. Вот осы бағытта кішкене жұмыс істеуге болады. Так. Маржан жазып жатыр, 35-ке келдім, көп тұрмай 5 айдан соң ажырасып кеттім. Енді басқа қарым-қатынас құра алмай жүрмін. Көп танысатын орталарда жүремін, танысамын. Бірақ уже қарым-қатынас құратын, маған ұнайтын адам болмай тұр. Ажырасқаннан кейін психологқа бардыңыз ба? Жалпы достар, ажырасу бұл бір психологиялық травма. Біз оны байқасақ та, байқамасақ та, сезсек те, сезбесек те, белгілі бір дәрежеде жарақат қалдыратын нәрсе. Және сол жарақатты емдемей, бұрынғы қарым-қатынастан керекті дәрістерді извлекать етпей, дұрыс терапиядан өтпей, жаңа сапалы қарым-қатынас құру қиын. Біріншіден, бұрынғы травманың әсерінен әр ер азаматқа сенімсіздік болады, ұнамайды, ұқсатасыз, қаламай тұрасыз. Екіншіден, өзіңізге деген бір сенімсіздік туындатады. Үшіншіден, бұрынғы қарым-қатынаста қателікті қайталап, тағы да сондай, немесе соған ұқсас, ер азамат таңдап қоюыңыз мүмкін. Но в целом, пока көңіліңізден шықпайтын ер азамат жолықпағанша, қой құрсыншы, ладно, жарайды болады деп үйленбеңіз. Қарым-қатынас құрмаңыз, ертелі кешпе міндетті түрде сіздің көңіліңізден шығатын ер азамат табылады. Окей. Так. С навсом работайте, да, тоже верно. Міне бағанағы сұрақ, жауап бермейсіз, игнорить етесіз деген сұраққа келдік. Күйеуім екеуміздің арамызда близость 2 жыл бойы жоқ, оның алдында 2 қабат болды. Психологқа барайық десем үндемейді. Ажырасайық десем де сол. Бала үшін махаббатсыз тұрғым келмейді. Бірақ көзге шөп салмайтынын білемін. Зеркальное чувство, и у меня утихает от всего этого. Или это обида, не знаю. Өзі керемет адам, керемет әке. Не істеуге болады? Можно ли спасти наш брак? Конечно, можно спасти. В чем проблема? Надо... Біріншіден, давайте разберем ситуацию. Күйеуіміз арамызда близость жоқ. Близость енді бұл 18+ тақырыбы не екенін түсініп жатсыздар. Күйеу мен әйел арасындағы ерекше қарым-қатынас, жыныстық қарым-қатынас, төсек қарым-қатынас деп айтып жатады. 2 жылдан бері болмай жүр. Бұл өте үлкен проблема. Близость күйеу мен әйел арасында қарым-қатынасты басқа қарым-қатынастан айыратын маңызды ерекшелік. То есть очень важная особенность, которая отличает от других отношений. Әйелдің өмірінде жақсы көретін, сыйлайтын, құрметтейтін қаншама ер азаматтар бар, Әкесі бар, ағасы бар, әріптесі бар, досы бар, тастасы бар деген сияқты ер азаматтар бар.
ер азаматтың өмірінде жақсы көретін, сыйлайтын қаншама әйелдер бар. Анасы бар, әпкесі бар, қарындасы бар, әріптесі бар, туысы бар деген сияқты кете береді. Бірақ қаншалықты оларды жақсы көрсе де, ешқайсылармен близость тырнақшаның ішінде құра алмайды. Кіммен құра алады? Тек қана әйелімен. Кіммен құра алады? Тек қана күйеуімен. Демек, әйел күйеу болудың маңызды ерекшелігі бұл жыныстық қарым-қатынас. Егер ол жоқ болатын болса, бұл өте маңызды, өте серьезный проблема. Жалпы жыныстық қарым-қатынас бұл считается самый сильный антидепрессант. То есть ол бір қажеттілік. Мысалы, 2 жыл бойы тамақ бермей қалай өмір сүресің. Дұрыс па? Тура сол сияқты ол қажеттілік. Егер біз қажеттілік деңгейінде бірімізге жауап бере алмайтын болсақ, внешне сыпайы, тәрбиелі, әдепті, білімді, күшті болғаннан ешқандай пайда жоқ. Өйткені базовый, бастапқы маңызды қажеттілік не удовлетворяется екеуінде де. Бұған қалай болады? Бұл барлық психологиялық тұрғыдан, психологиялық деңгейде кейбір кезде біз замыкание болып қалады, кейбір кезде бір отклонение болып қалады, кейбір кезде бір қорқып қалады, кейбір кезде бір сенімсіздік пайда болып қалады. Маңызды проблема. Бұл жерде дереу сізге не просто психолог, сізге отбасылық психолог, сексолог керек. Отбасылық психолог, сексолог керек. Сол бұл қарым-қатынас неге осылай болды? Әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесіп, бірге жұмыс істеп, белгілі бір курс терапияда өтіп, бұны қалпына келтіреді. Жалпы менде осыған ұқсас кейстер болған, когда әйел күйеуіне шағымданған, дәл осылай, ешқандай жақындық жоқ деп, и мен күйеуіме сенем, анау бәрі деп жатқан кезде, күйеуімен жеке сөйлескен кезде выяснилось, что у него любовница есть. В принципе, жақындықты қатты қажет етпейді, дегенмен қажеттілік туындаған кезде андасында барып жүретін әйел бар екен. Бұл солай выяснилось. То есть бір тарап өзінің қажеттілігін как-то удовлетворяет, екінші тарап өзінің қажеттілігін удовлетворять ете алмай жүр. И бұл, конечно же, раздражение қалып келеді, напряжение қалып келеді. Менің ойымша, уақыт жоғалтпау керек. Шын мәнінде қарым-қатынаспен, если маңызды болатын болса, если вы дорожите отношениями, чувствами, то нужно взять ответственность в свои руки, поставить вопрос ребром, конкретно ультиматично, и айту керек, короче. Или психологқа бар, на ситуацияны жөндейміз, или же қарым-қатынасты тоқтатамыз, ажырасамыз. Если никаких медицинских противопоказаний нет, то тогда надо над этим работать, надо лечиться, надо проверяться. Ни в коем случае этот вопрос оставлять без внимания нельзя.